Ассалаумалейкум баршаңызға. Каир қаласы Мадинатул Насыр және Гиза болып екіге бөлінеді. Бүгін біз сол Мадинатул Насырдың Хайсамин, яғни 8-ші районын аралайтын боламыз. 8-ші районда қазақтар және өзге ұлт өкілдері орналасқан, солардың районын және үйді аралайтын боламыз. Бұл Самин районының Құдыс мешіті жағы. Яғни Самин районы мешітке байланысты екі жақ болып бөлінеді. Яғни Файдрахман мешіт жағы, Құдыс мешіт жағы. Бүгін соның Құдыс мешіт жағын аралаймыз және де соның үйін аралайтын боламыз. Файдрахман мешіт жағының үйінің видеосы менде анамда бар. Төменге ссылкасын қалдырып кетемін, көрсеңіздер болады. Қазір таңертеңгі уақыт сағат 11, сондай шамам. Көп мысырлықтар ораза кезінде күндіз уақыт жүрмеуге тырысады. Тығыз шаруасы болмаса, былай жүрмеуге тырысады. Көбіне олар кешкісін жүреді. Каир қаласы кешке ғана тіріле бастайды үшін. Жұмыстың барлығы кешке қызады. Ораза кезінде кештен таңға дейін. Кафелерде солай істеп тұрады. Қазіргі уақытта кафелердің барлығы жабық, оразаға байланысты. Тек ауыз ашатын кезде ашылады, ауыз ашатын уақыт жақындаған кезде. Және де ауыз жабатын уақытқа дейін істейтін болады. Көріп тұрғандарыңызда үйлер тығыз орналасқан. Сол себептен бұл жақта игровой площадка дегендер болмайды, ойын алаңы. Балдар көбіне жолда ойнай береді осылай. Көбінесе осылай жолдан ойнай береді балдар. Ана жерде өзбектердің наубайханасы бар, нан пісіретін. Тандырдан нан пісіреді. Қазір мұн жақта Каирда, яғни Мадинатул Насыр жақта өзбектердің нелері өте көп. Кафелері, осындай нан сататын жерлері өте көп. Қазір біздер аралайтын үйіміз 4000 генейлік үй. Яғни Мысырда үйді жалдардың кезде тәмин төлейсіз, яғни перетоплат төлейсіз. 4000 генейлік үйге 4000 генейлік ақша тағы да төлейсіз. Оның жиһазына барлығы үй дейтін шығып батқан кезде барлығы жыртылмай, сынбай сөйтіп тұрған үшін, сөйтіп тұру үшін 4000 теңге, 4000 геней кері төлейсіз. 4000 геней қазір теңгемен қанша екен описаниеде жазып кетемін. Қарап шықсаңыздар болады. Осылай сәндеп қойған Рамадан айына байланысты. Тук-туктар. Каирда өте көп бұл көлік тук-тук деген. Машина емес, мотоцикл деп айтсақ болады. Рамазан кезіне, Рамазанға байланысты осылай сәндеп қояды көшелердің барлығын. Және бір айта кететін жайт, Мысырда газге қарағанда свет өте қымбат. Светтің ақшасы біздің елдегі газдың ақшасымен бірдей шығады ғой, ай сайын төлегенде. Осының барлығын бауыптар сәндейді. Яғни үйдің күзетшілері, кассир деп айтсам болады, күзетші деп айтсам болады. Солар сәндейді. Бауыптар олар Мысырды үйде әрбір домдан
мусордың шығуына, яғни мусорды апарып тастайды, сосын подъездің тазалығына жауап береді. Бұл Құддыс мешіті жағы. Олардың үйлері, проектлері басқалай орналасқан. Хайдарахман мешітінің проектісіне қарағанда үйінің. Міне мынау Құддыс мешіті. Хайдарахман мешіті мына жақта. Анау Құддыс мешіті. Осы жақта парк деп айтуға келмейді, бірақ демалуға арналған отыратын жер бар. Қазір соны сіздерге көрсететін боламын. Мінекей. Осындай демалатын жері бар. Мынау подъезі. Хайдарахман мешіт жағының үйінен ерекше айырмашылығы екеуінің. Бұл жақта бабап, яғни сол подъезде тұрмайды. Бабап өзге жақтан келеді. Бабап дегеніміз, яғни кассир, күзетші деп айтсақ та болады. Осы подъездің тазалығына және де мусордың шығарылуына жауап беретін адам. Мусорды байқағандарыңыздай, мана мусорный бак еш жерде жоқ, яғни мусор лақтыратын жер. Сондықтан бабаптар есікті қағып, келіп, мусор бар ма деп сұрап, мусорыңызды алып, өзі лақтырады. Мінекей қазарлайтын неміз осы үй. Негізі бұл мысырлықтардың үйі емес, өзге ұлт өкілінің үйі. Сол себептен ол кісі өзін елдегідей етіп, ремонт жасап, басқалай етіп проектісін қойып қойған. Негізгі проект бойынша, мысырлықтардың үйлерінің бойынша мына стена жоқ. Мына стена, мына жағы зал болады. Қазір бұл кісі бұл жақты жатын бөлме етіп қойған. Негізі мына жақ зал, мысырлықтардың үйі бойынша мына бөлме зал. Мына стена болмау керек. Мына кіреберісі. Мына жақта ас бөлме. Бүгін видео түсіретін уақытта ас бөлменің светі істемей қалды. Сіздерге көрініп тұр деген үміттемін. Байқағандарыңыздай, ас бөлмеде терезе жоқ. Терезе негізі мысырлықтардың көп үйлерінде ас бөлмелерінде терезе болмайды. Бұл үйде терезе тек мына жағында ғана, мына жақ ыдыс жуатын жақ. Тағы бір айта кететін жайт, мысырлықтардың сулары өте лас болып келеді. Олардың суын фильтрсіз ішу мүмкін емес. Сол себептен фильтр қолданылады. Мынау дәлізі. Мына жақ зал. Негізі Мысырдан бұндай үйлерді табу өте қиын. Яғни айтқанда, жиһазбен табу өте қиын. Негізі көп үйлерді жиһазсыз жалға беріледі. Соның өзінде де 2,5-3,000 генелік болады. 3,000 генелік. Қазір теңгеме қанша екен описаниеде жазып кететін боламын. Қарап оқысаңыздар болады. Тағы бір айта кететін жайт, Wi-Fi жайлы айтқым келіп тұр. Бұл жақта сет, яғни мобильді сет өте жақсы дамымаған. Бізде мысалы терекке, мысалы 2,5 теңге сап қоясында, одан кейін мегабайтты лимитсіз қолдана бересің ғой. Ал бұл жақта олай емес. Бұрынғы біздің ең бірінші әуелгі баста келді ғой. Телефон сол кезде мегабайт сатып алып жүрдік қой. Сондағыдай мегабайт сатып алады бұл жақта мегабайттардан.
бұл өте қымбатқа шығатын болғандықтан көп жерде Wi-Fi қондырады. Wi-Fi 250 гинейлік болады. Сол 250 гиней бір айға жетеді. Мысырлықтардың бана кухнясын қарағандарыңыздай, кухнялары өте тар болғандықтан жер столда студенттер жер столда залда тамақтанады. Енді мына жақ бөлмесіне кірейік. Мына жақ әжетхана. Негізі ваннасы бар үйлер өте аз болып келеді. Бұл бөлме балалар бөлмесі. Және тағы да айта кететін жайт, байқағандарыңыздай, мына жерде батарея вообще жоқ. Батарея деген мүлдем жоқ. Мынандай жылытқыштар қыста сондайлар қолданамыз. Қыста өте салқын болады. Бұлардың үйлері қабырғалар бір қабаттан ғана құралған, яғни сырттағы дауыстың бәрі естіліп тұрады. Сырттағы желдің барлығы үйге кіреді, яғни қатты суық болады қысқы уақыттары. Сондай кездерде осындай жылытқыштар қолданамыз. Міне осындай үй. Тағы да білгіңіз келетін жайттар болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Алда тағы да қызықты видеолар салатын боламыз. Бізге жазылыңыздар. Келесі видеода жүздескенше, ассаляму алейкум.